Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тәрбие сабағымыздың тақырыбы «Досыма қарап мені таны». Тәрбие сағатының мақсаты білім алушыларға достық туралы әңгімелей отырып, олардың арасындағы достық қарым-қатынасын нығайту, адалдыққа, шыншылдыққа тәрбиелеу, жаман әдеттерден аулақ болуға дағдыландыра отырып, адамгершілік қасиетін қалыптастыру. Досым, саған сенемін, сеніп өтем, жолы бөтен демеймін, жөні бөтен. Достық деген адамның көрігі екен, достық деген ақылдың серігі екен. Деп Мұқағали Мақатаев ақын жырлағандай, достық деген адам өміріндегі қымбат сезімдердің бірі. Қазақ халқы үшін дос киелі ұғым. Кезінде батыр бабаларымыз досы үшін жанын пида етуге дайын болған. Қазір мен сендерге екі дос деген аңыз әңгіме айтып берейін. Өздерің осы әңгімеден кейін бір қорытынды жасарсыңдар. Ертеде жаугершілік заманда қазақтың екі жауынгері төс қағысып дос болыпты. Бірде тұтқиылдан жаудың қолы шабуыл жасапты. Олардың мал-мүліктерін тиеп, қолға түскен азаматтарды айдап әкеткен екен. Екі достың біреуі жау қолына түседі. Мұны естіген досы күздің қара суығын елеместен өзенді малтып өтіп жау жатқан жағаға келеді. Анталаған жау әскерлері оны тарпа бас салады. Жауынгер өзін қолбасыларына апаруын өтінеді. Келген соң ол, мен қолдарыңа түскен бір жауынгерге құн төлеп сатып алуға келдім. Менің оған айырбасқа берер малым да, мүлкім де жоқ. Бірақ бір нәрсе беремін. Ол өзімнің өмірім дейді. Досымды босатыңдар, деген екен. Қолбасы оны сынамақ болып, жарайды, мен сені қыршыныңнан қимай-ақ қояйын. Маған сол өміріңнің бір бөлшегін ғана берсең болады дейді. Ол не дейді? Досы, маған сенің көздерің керек. Екі көзіңді ойып аламын дейді қолбасы. Олай болса көзімді тезірек ал да досымды босат деген екен жігіт. Жігіт бұл сыннан да мүдірмей өтеді. Әлгі жауынгер тұтқыннан босаған досының иығына қолын артып, соқыр күйінде қуанып, күлімдеп келе жатады. Мұны көрген қолбасы, мынандай ерлері бар халықты тұтқиылдан келіп, қапыда бас салған жағдайда болмаса, бетпе-бет тұрса, жеңу қиынға соғады деген ой түйеді. Сөйтіп, өз әскерлеріне шегінуге бұйрық берген екен. Келесі видеоны назарларыңа ұсынамын. Достық деген бәйтеректің биігіне асалған, сенің ғази жүрегімнің дүрсілі. Адалдықты ұран етіп, биіктерге қияш алған, үмітіне үміт артып өкілі. Көркем әрі жұпыны болсаң әркез дара самғайсың. Биіктіктен аласармайтын, ақ қар басқан алатаудайсың. Досымын менің өмірдегі осынау менің, шын досының жасырар шоғын, жақсылығымды асырар менің досым-ау менің.
жетпеген ұлы мұрат, мүдделер мен армандардың тоғысуы бір арнаға құйылып. Нағыз досты тапса егерде мынау қысқа жалғаннан кім тұрар, бәлкім соған бақыт бұйырып. Ерлігіне сүйеніп шаттанатын қараған кезде өзгелерден сенің де досым биік тұрсын бағаң әр кезде. Досым-ау, менің өмірдегі осынау менің шын досының жасырар жоғын жақсылығымды асырар менің. Досым-ау, менің Досым-ау, менің өмірдегі осынау менің шын досының жасырар жабы бауырым асырар менің. Досым-ау, Жоғарыда көрген видеоны өздерің ой елегінен өткізіп, қандай сезімде болғандарың туралы есте жазасыңдар. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деп дана халқымыз айтқандай, жандарыңда адал әрі нағыз достар болғаны абзал. Сен мұқтаж болған кезде сенен бас тартпаған жолдасыңнан ешқашан айырылма. Өйткені есіңде болсын, досты жоғалту оңай, ал табу қиын. Назарларыңызға рахмет.